Сәлем баршаңызға. Менің авторлық рецептіммен құрамына арзан азық-түліктер кететін өте дәмді фисташкалық чизкейк жасаймыз. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең әуелі бізге жоғары сорттағы 300 грамм ұн қажет, кез келген ұн жарай береді. Және де 6 грамм разрыхлитель саламыз. Сосын 72% шедра лето менде. Осыдан 150 грамм салып, қолдың көмегімен майдалап аламыз. Осындай сары ұнтақ болу қажет. Енді үстіне 100 грамм шекерімізді, бір жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін боламыз. Басын біріктіріп, әдемі қамыр илеп, оны холодильникке 1 сағатқа қойып аламыз. Бізде холодильникке қою себебіміз тесто жұмсақ болып шығады. Қоймай пісіретін болсаңыздар печенька болып қалады. Асығыс болсаңыздар морозилькке жарты сағатқа немесе бір түнге холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Неге енді начинкасын жасаймыз? Бізге кез келген творог керек. Творог тәтті болу керек. Бір жұмыртқа және сары 2 жұмыртқаны саламыз. 2 жұмыртқаның ағын алып қоямыз. Үстіне 100 граммдай қаймақ саламыз. Және де 70 грамм шекерімізді 5-6 капля осындай гелевый турецкий краска. Және де мен сахардың орнына сахарный пудра салдым. Міне барлығын араластырамыз миксердің көмегінде. Немесе сіздерде блендер болатын болса, блендермен езіп алсаңыздар да жеткілікті. Міне барлығы біркелкі болғанша, масса болғанша араластырамыз. Сосын лопатканың көмегімен осылай араластырып, осындай қоймалжың начинка болу керек. Міне астына фольга қылдым, немесе пергамент бумаганың үстіне қойсаңыздар да болады. Мендегі кальцонның көлемі 22 диаметрде. Міне 1 сағаттан соң тестоны алып, қолдың көмегімен жайдым. Немесе сіздер 2 пергаменттің ортасына тестоны салып, кішкене ұнды сеуе отырып, оқтаумен жайып алсаңыздар да болады. Міне қол жабысып жатса, кішкене ұндап жібересіздер қолдарыңызды. Бортик обязательно шығарамыз жан-жағына. Бортикті қатты қалың қылып жіберудің қажеті жоқ. Одан кейін вилканың көмегімен осылай тесіп, жан-жағын осылай әсемдеп шығамыз. Сосын үстіне жаңағы творожный начинкамызды саламыз. Сөйтеміз де 30-35 минут 180 градуста қызған печкаға салып пісіретін боламыз. Яғни жан-жағындағы тесто қызарғанша пісіріп аламыз. Егер де печкаларыңыз қатты қызитын болса, 150-160 градуспен пісіріп алыңыздар. Міне ыдысымыз сухой болу керек. 2 жұмыртқаның ағына сахарный пудраны салып, миксерлеп аламыз. Көлемі 2 есе көтерілгенше, плотно масса болғанша миксерлеміз. Одан кейін үстіне крахмалды салып, краскамызды салып, пісейін деп жатқан творожный чизкейктің үстіне құямыз. Сосын 10 минут және печкаға салып аламыз. Негізі фисташковый чизкейктің оригинал рецептінде творожный массаға 100 граммдай фисташковый паста салынады. Қазір фисташковый паста және де мукасы қымбат болғандықтан мен осылай сатылымға шығардым. Себебі халық оны көтермейді. Пастаның өзі 2000-нан теңгеден асып кетеді. Мінекей кальцодан жаңағы кішкене салқындағаннан кейін пышақтың көмегімен осылай қырқып, аккуратно алыңыздар, себеп тестоны жұлып алып кету мүмкін. Одан кейін осылай менде сатылымда болғандықтан осылай салдым.
сосын бетіне фисташковый мукамен әсемдеп немесе ягодалармен әсемдесеңіздер болады. Ас болсын, пайдаларыңызға жарасын, жасап көріңіздер, өте дәмді және дастарханның сәнін келтіретін пирогтардың бірі.